Ассалаумалейкум бәріне. Дабыл ағайын, дабыл қағып жатырмын қазір. Бүгін таңертең теңгенің бағасы құлады. Теңге ғана құлаған жоқ. Мысалы, Ресейде де рубль да құлап жатыр. Оның себебінің біреуі ол мұнайдың арзандап кетуі. Мұнай $38 баррельге. Мұнай тіпті мына 2008 жылда болған кризистан да төмен түсіп кетті мұнайдың бағасы. Енді сабыр сақтаймыз. Обменниктерге жүгірудің қажеті жоқ. Неге десеңіздер, олар таңертең жаңында ақпарат түскеннен кейін олар сатуды тоқтатып тастады. Енді бұған себеп коронавирус бір жағы. Енді теңгеміз қайттан осы орнына келу үшін, білесіздер ағайын, ол үшін Қытайдағы шекара ашылу керек, одан коронавирус тоқтау керек. Айтпақшы, мына шекара демекші, шекараны күзде ашады дейді, оны бір Алла ғана біледі қашан ашылатын шекара. Мына вирусымыз тоқтап, адамдар вирусты жеңу керек. Мен бұл себепті өз басынан өткен оқиға жайлы айтып берейін. Менде фронтальный погрузчик бар екенін білесіздер. Ол погрузчикті мен жақында саттым. Енді мен қазір өзім өкініп отырмын, оны арзанға кетті. Теңгемен саттым, оны долларға ауыстыра алмай қалдым. Енді мен жеңілдім. Неге десеңіздер, мына техникалардың бағасы теңге құлағаннан кейін білесіздер өздеріңіз. Техника, мысалы электроника бәрі қымбаттайды. Енді сосын шекара жабық, мына Қытай техникалары, Қытай самосвалдары, Қытай погрузчиктар істеп жүрген. Ертең сіздердің жұмыстарыңыз тоқтап қалуы мүмкін, енді өкінішке орай. Өзімізде де Қытайдың техникасы бар, солардың жұмысы тоқтауы мүмкін. Енді алдыда осы жазда тек қана КАМАЗдар жұмыс істеуі мүмкін, өйткені мына саймандардың болмауынан. Саймандар білесіздер, тек қана Қытайдан келеді, мына КАМАЗ көлігінің өзіне де Қытайдан келеді саймандар. Енді өздеріңіз білетіндей, мен арнайы техникалармен жұмыс жасаймын. Арнамда тақырып, неше түрлі тақырып. Негізі жалпы мен арнамдағы тақырып ол арнайы техникалар ғана емес, мына өмір жайлы, біздің осы өміріміз, қазір болып жатқан оқиғалар жайлы, бір коронавирус жайлы, бір үлкен бейнебаян дайындап жатырмын. Енді соны жіберем. Не деймін, енді бәрімізге сәттілік. Енді әрине өкінішті, ертең теңгеміз 400 теңгеден де төмен түсіп қалуы мүмкін деп естіп жатырмын. Әрине бүгін тек қана жаман ақпарат қана айтпай, оның пайдалары да бар. Негізі біздің мемлекетімізге бізде кішкене болса да өндіріс бар. Жоқ емес, мүлде жоқ емес, кішкене бар. Сондықтан сол өндірісімізге жағдайдың бәрі қолайлы болуы мүмкін. Бірақ біздің мемлекетіміз егер теңгені өзіміз көтереміз деп, сол көтеруге мүмкіндіктері бар. Әрине ол бір запаста жатқан қаражаттары болса, мысалы самұрықта ма, сояқтан ақша жинап, сол ақшаны теңгенің құнына енгізу мүмкін. Бірақ ол білмеймін, біздің мемлекетімізде кішкене ол жайлы кішкене күмәнім бар. Сондықтан теңге шынында да құлайды. Енді бұл ақпаратты қайдан алған себебім? Мен өзім мамандығым бойынша мен экономистпін. Мысалы мен ағылшын тілді білемін. Сондықтан мен шетелдегі жаңалықтарды үнемі қарап отырамын. Мысалы BBC News'ты үнемі қараймын. Мына сол жерде мұнайдың $38 биржада арзандап кеткенін айтты. Әрине, мен экономистпін. Мен соны бір жағынан ойладым да, арзандаған, мұнай арзандаса егер, ол бірінші себептен біздің теңгемізге әсер етеді. Бірақ теңгенің құлауы құламай қалуы да мүмкін. Енді оны уақыт көрсете жатады енді. Әзірше сол. Мен арнама жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Менде арнамда тағы да айтып кетейін, арнайы техникалар ғана емес, менде арнамда өмір жайлы болады. Қош сау болыңыздар. Айлықтарыңызға рахмет көргендеріңіз үшін.